Баршаңызға қайырлы күн, менің құрметті көрермендерім. Сіздермен Айдана Серікбаева. Менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен осындай бір жасағаннан шығатын сап-сары, өте дәмді болып пісетін блинидің рецептімен бөліспекшімін. Олай болса, видеоны соңына дейін қараңыздар. Менің жаңа видеоларымды жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп алыңыз. Ыдысқа 1 штук жұмыртқамызды салып, оның үстіне қантымызды салып, осында венчиктің көмегімен немесе миксермен жақсылап қантымыз ергенше араластырып аламыз. Оның үстіне күнбағыс майын құямыз, тағы да жақсылап араластырамыз. Дәл осы блиниға қажетті заттардың барлығын мен төменге описание бөліміне қалдыратын боламын. Енді үстіне сүтімізді құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Сүтіміздің температурасы маңызды емес. Енді оның үстіне аздап ванилин және де ас содасын салып араластырып аламыз. Одан кейін ұнымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Бір келкі болуы қажет, ешқандай түйіршіктері қалмауы керек. Венчикті қолданған кезде осындай аз көлемдегі сүтке немесе суға ұнды салып араластырған өте ыңғайлы, бірденен түйіршіктері жақсы кетеді. Сол себепті мен қайнаған суымды кейіннен барып қостым. Міне осындай бір келкі масса шықты. Өте әдемі, ешқандай түйіршіксіз. Енді табамызды қыздырып, соған құйып жасайтын боламыз блиниларымызды. Егер сіздерде бұндай антипигарный таба болмайтын болса, міндетті түрде табаларыңызды қатты қыздырып, одан кейін үстіне күнбағыс майын майлап, содан кейін барып жасасаңыздар жақсы шығады. Менде антипигарный осындай таба болғаннан кейін мен майда құймадым және де ұзақ қыздырмай бірден құйып жасай бердім. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте керемет сап-сары болып шығып жатыр. Мен дәл осы рецептпен біраздан бері жасап келемін. Бірден әдемі болып шыға келеді. Дәл осылай барлығын соңына дейін пісіріп аламын. Барлық блиниді осылай бір-бірінің үстіне салып қоямын. Сол кезде өздерінің булары бір-біріне сіңіп, жұмсақ болып, әдем болып тұрады. Осылай бүктеген кезде де сынып кетпей, әдемі бүктеледі. Ал егер сіздер осылай бір-бірінің үстіне қоймай, бірден бүктейтін болсаңыздар, жұмыртқаның әсерінен блинилар сәл шеттері қатырлақ болып, нетіп кетуі мүмкін, сынып кетуі мүмкін. Мен үнемі таңғы асқа немесе қонақтар келген кезде дәл осылай бүктеп, ортасына мед немесе нутелла шоколадын салып ұсынамын. Өте дәмді болып шығады. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.